Ассаламалейкум, армысыздар ағайын. Билікті мына референдумды жаппай қарқынды түрде жарнамалап жатуының өзі халықтың осы референдумға деген қарсылығының қандай деңгейде екенін көрсетіп тұр. Егер халық бұлай қарсы болмаған болса, үкіметте бұндай жарнамаламас еді. Бұл қазір үкімет барлық ресурстарын қосып жатыр. Өзіндегі бары әкімшілік ресурстармен қоймай, мынау әртіс, әнші, құшнаш, спортшы дейсің бе, арасында Нұрлан Имам да жүр. Бұлар енді қазір бұлбұлша сайрап жатыр. Бұлардың сөзіне қарап отырсаң, өздері ақылды, ал халық ақымақ сияқты. Солар ғана біліп отыр бәрін солар көріп отыр. Конституция жобасын бәрлері оқып шыққан, бәрлері ақылды, бәрі керемет деп отыр. Ал қарапайым халықты сізбен бізді ақымақ ретінде көріп отыр. Бізді шақырып жатыр олар референдумға, келіңіздер, дауыс беріңіздер деп. Сонда солар ғана білімді екенде, қалған халық ақымақ екен. Енді мен бұны 4 топқа бөліп жатырмын да. Осыны жарнамалап жатқан. Біріншісі бұл әрине билік. Билікке бұл керек. Билікте отырғандарға өздеріне керек. Өйткені билікте ұзақ отыру үшін, өздерінің билігін нығайту үшін, халықтың байлығын ұрлау үшін, өздері шексіз баю үшін, қылмыстық жауапкершілікке тартылмау үшін, үйреніп қалған өздерінің орыс тілінде сөйлеу үшін, тағы да басқа өздеріне берілетін артықшылықтар үшін бұл конституция жобасын қалайда қабылдату бірінші кезекте билікте отырғандарға керек. Ал екінші топтағылар, бұлар билікке жақын жүрген, биліктің тамыр таныстары, биліктен тиімді тендер алатын, сол арқылы халықтың нәпақасын ұрлайтын бизнесмендер, және де биліктің айналасындағы жаңағы компанияларда істейтіндер. Бұларға да бұл конституция керек. Өйткені жаңағы биліктегілермен қосылып, елдің байлығын тонау, шексіз баю бұларға да керек. Бұл екі топтағылар, бірінші топтағылар мен екінші топтағылар үшін бұл мемлекеттің болашағы бұларға 5 тиын. Бұлар шетелден, анау Дубайдан, өздеріңіз көрдіңіздер ғой, азаттықты зерттеу жариялады Манас Қайратайұлы. Бүкіл Дубайды енді, жарты Дубайды сатып алып қойған ғой бұлар. Оның сыртында басқа данау Еуропаның басқа мемлекеттерінде, басқа анау шетелдегі аралдарда, мынау Нью-Йоркта, ақшта. Бұлар көп деген өздерінің сарайларын алып қойған. Бұлар Қазақстанның басына күн туып жатса, кез келген уақытта Қазақстанды тастап кетіп қалады. Бұларға Қазақстан керек емес болашағы. Ал енді үшінші топтағылар, бұлар мемлекеттік қызметкерлер, коммуналдық мекеме қызметкерлер. Бұларға жаңағы жоғарыдан мәжбүр дейді. Осылай айтасыңдар, осылай дейсіңдер деп. Енді барлық жаңағы маған бір кісі жіберді, қарап отырсаңыз, не жерде даусын, сөгісін даусын жіберемін, қысқа қарап отырыңыз бе. Естідіңіздер ме, ести алмадыңыздар ма? Міне, барлық мекеме қызметкерлеріне жаңа аватарларын жасап, жаңа конституцияны қолдаймыз деп, 15 наурызға дейін тұру керек деп, өздері жасап, жаңа WhatsApp-тағы, жаңа басқа да әлеуметтік желілердегі бас суретіне сосына кигізіп қойған. Енді қарап отырыңыз, бұл нені білдіреді дегенде, бұл азаматтардың өзінің таңдау еркіндігі жоқ. Осындай мекемелерде, жаңа үшінші топтағы адамдарды айтып отырмын, осындай мекемеде істейтіндер өзіне жоғары басшының айтқанына көнуге мәжбүр. Олар көнбеске амал жоқ. Көнбейтін болса жұмыстан шығарады, айлығын тартады деген сияқты.
мұғалімдер, дәрігерлер бар, басқа да мекемедегі істейтін кісілер. Бұлар мәжбүр түрде барады да. Бұларға сәл түсіністікпен қараймыз енді, амал жоқ. Бірақ енді азаматтық позициясын білдіреміз деп барлық мекеме қызметкерлері болмаса бір мектепте істейтін 100 мұғалімдей бәрі қарсы шығатын болса, директор еш нәрсе істей алмайды. Бізде бір енді директор деген бір өздерін бір патша санақ болған біреулер бар ғой, директорлар, мектеп директорлар. Қаласа мұғалімді шығарады, қаласа мектепке кіргізеді. Емхананың басшылары да сондай, басқа да мекемелерде де сондай. Сондықтан осы мекемеде істейтін қызметкерлер мәжбүр түрде барып жатыр бұл нәрсеге. Енді 4-ші кезектегілер, бұлар жаңағы титушкалар. Бұларға жаңағы әртіс, әнші, құшнаштар, спортшылар, бұлар осы 4-ші топқа жатады. Сосын жаңағы мынау аудандарда, ауылдық жерлерде болады өзі. Бір белсенді апаларымызшы, апалар мен аталар болады. Өзім сондай кісілерді көп көрдім, өйткені әкімдердің есеп беру кезінде, кездесу кезінде мен баратымын сол жерге, қалмай барып, әкімдерді сынап, жаңағы түрлі мәселелерді көтеріп айтатым. Сол кезде жаңағыдай апалар шығады ортаға. Ой, неге айта бересіңдер? Әкім істеп жатыр ғой. Бізге мына қарияларға көмектесіп жатыр. Жыл сайын анау санаторийға бізге путевка береді. Азық-түлікпен көмектеседі бізге деп. Енді көрдіңіз бе? Міне сондай бір апаларымыз, аталарымыз бар. Жаңағы әнші құшнаштарымыз бар. Бұлар 4-ші топтағылар. Бұл кісілерді мен қатты аяймын да. Болмайтын нәрсе үшін өзінің арын сатып жатыр. Бірінші, екінші топтағы кісілер жаңа айттық, ол билік, екіншісі жаңа билікке жақын адамдар, үшіншісі жаңағы мекемелерде қызмет істейтін адамдар. Міне бірінші, екінші топтағылар өз мүддесі үшін, олар енді байып жатыр, шіріп жатыр. Оларға отан керек емес. Үшінші топтағылар енді амал жоқтан жаңа мекемелердегі кісілер барып жатыр. Енді 4-ші топтағыларға айтамын ғой. Сіздерді қатты аяймын. Болмайтын дүние үшін арларыңызды сатып жатсыздар. Сіздерде сол анау бірінші, екінші топтағы адамдардың жасап жатқан қылмыстарына сіздер үлес қосып жатсыздар. Ол бірінші, екінші топтағы адамдар, олар қылмыскерлер. Олар отанға опасыздық жасаушылар. Қазақстанды орға жығушылар. Ор қазып жатыр. Ал сіздерде соған көмектесіп, сол орды бірге қазысып жатсыздар. Сол ордың топырағын бірге шығарып жатсыздар сіздер. Сіздердің олардан еш айырмашылығыңыз жоқ. Мәселен, қылмысты жасаушылар бар, оған көмектесушілер бар, және оны жасырушылар бар. Бірінші топтағылар қылмысты жасаушылар, екінші топтағылар олар соған көмектесушілер. Ал сіздер, мынау 4-ші топта отырған, бұлар соған сол қылмысты жасырушылар. Жасырып, қайта соларды ақтап жатсыздар сіздер. Яғни бұл дегеніңіз не? Қылмыстық кодексте қаралатын мәселен. Бұл үшеуде жауапкершіліктен құтылмайды негізі. Мәселен, Нұрлан имам жақсы біледі. Мен Нұрлан имамға қарата айтайын. Қалғандарыңыздың құлағына да алтын сырға. Мынау арақ бар ғой, арақты ішу харам, оны сату да харам. Сатқан адамда. Оны жеткізген адамға да оның күнәсі болады. Өндірген адамға да күнәсі болады. Оған жағдай жасаған адамға да күнәсі болады. Жалпы 10 түрлі адамға күнәсі болады екен бұл арақтың. Оны имам жақсы білетін Нұрлан. Тура сол сияқты қылмысты жасағанға да, оған көмектескенге де, оны жасырып қолдағанға да күнәсі болады. Яғни ода қылмыскер деген сөз. Мына 4-ші топтағы отырған адамдарға айтын, жаңағы әнші, құшнашыңыз бар, әртісіңіз бар, спортшыңыз бар, және осыны қолдап жатқан адамдарға, титушкаларға. Сіздер осы қылмысты қолдау арқылы елдің болашағына балта шауып жатсыздар. Бұл конституция мен жай ғана қолдай салдым, ештеңе қылмайды. Келесі путевка аламын, болмаса
әкімден бір сыйлық алам, медаль алам бірдеңеге, деп, болмаса бір азын аулақ азық түлік алам деп, осыған боласыз. Аз қандай дүние үшін сіз ұрпағыңыздың болашағын, сіздің немереңіздің болашағын, шөбереңіздің болашағына балта шауып жатсыз. Ертең күні осының зардабын тартатын болады. Мәселен, осы мына бүгінгі жемқор биліктің кесірінен, осығанға дейінгі міне 35 жылда тәуелсіздіктегі осы жемқорлықтың кесірінен, соны жалғастырып отырған бүгінгі биліктің кесірінен біздің елде қаншама келеңсіздіктер болды. Осы осылардың жемқорлығын кесірінен дұрыс жол салынбады. Сол жолдың дұрыс болмауынан қаншама жол көлік оқиғасы болып, қаншама адамдар өліп келді осы уақытқа дейін. Соған мына билік кінәлі. Ал сіз соған үлес қосып жатсыз ба? Сіз де сол адамдардың өліміне сіз де кінәлісіз. Дұрыс медициналық көмек болмады, дұрыс емхана болмады, дұрыс жедел жәрдем көлігі болмады. Жемқорлықтың кесірінен дұрыс мамандар жұмыс істемеді. Міне, сол емханаларда қаншама адамдар өліп кетті, зардап шекті, соған сіз де кінәлі боласыз. Өйткені сіз сол қылмысты бірге жасасып отырсыз, солардың қылмысын жасырып отырсыз, қолдау білдіріп жатсыз. Міне. Осы уақытқа дейін әскерде қанша бала өлді мәселен. Осы биліктің дұрыс жұмыс жасауының тәртібінің жоқтығынан, жемқорлықтың кесірінен әскерде қанша бала өліп жатыр? Айына кемінде бір өліп жатыр Қазақстанда. Әйтпесе 2-3-ден. Соған сіз де кінәлісіз. Сіздің талай жақыныңыз өлген болуы мүмкін, бірақ сіз соны сезбейсіз. Соған сіз әсер еткеніңізді. Әлі де болуы мүмкін. Жақындарыңыз осындай жағдайлардың біреуінен қайтыс болуы мүмкін. Бірақ сіз соған, сіздің кінәңіз бар соны. Сіз соған үлес қосып жатсыз сондай жағдайға. Әр нәрсе айналып келеді. Аллах тағала бәрін көріп отыр. Сіздің жасаған жамандығыңыз осы істеген басыңызға келеді. Басыңызға келмес, жақыныңызға келеді. Сіз сезбеуіңіз мүмкін. Ол бір басқа бір жағдайдан болды деп. Бірақ сіздің жасаған осы жамандығыңыз, сіздің қылмысыңыз осы. Жаңа қылмыс жасағандарға көмектескеніңіз, соларды қолдағаныңыз, міне, қайтып келіп жатады сізге сол. Соны ойлаңыз, ағайын. Мен жай ғана бір мына конституция жобасын қолдадым, референдумға шақырдым. Оған түгім де кетпейді. Қош, бір рет маған өтініш жасады, сөйтті бүйтті дегеніңізбен, ол сіздің басыңызға келуі мүмкін. Міне. Қаншама қазақ зар еңіреп жылап жатыр. Қаншама адам үйсіз, күйсіз жүр осы жемқор биліктің кесірінен. Соның зардабын тартып жатыр. Қаншама жетімдер болып жатыр. Жесірлер болып жатыр. Жылап жатқан. Солардың көз жасына сізді ортақтасып, дұрыс міне. Солардың солай көзінің жасының ағуына сізде сол үлес қостыңыз. Ана билікпен бірге. Қаншама отбасылар ажырасып жатыр осы. Отбасында қиыншылық үшін, кредит үшін. Солар сол кредитке жығылып жатыр. Не үшін кредитке жығылып жатыр? Осы жемқорлықтың кесірінен, жұмыс жоқтықтың кесірінен. Жемқор биліктің ғұмырының ұзарып жатқаннан, сол ғұмырын ұзартуға сіз үлес қосып жатсыз. Мына биліктің. Мына жүйенің осылай ұзақ тұруы сіздің де кінәңіз бар. Жаңағы әнші, құшнаш, спортшы, титушка апалар мен аталар. Енді жетті ғой, сатқындық жетті. 35 жыл бойы елді саттыңыздар. Сатқындық жасадыңыздар. Баяда бір мектепте бір апа мен баламның жаңағы мектептегі жұмыс болады ғой, жаңағы тазалық жұмысына, көктемге, күзде жаңағы аула сыпыруден. Соған барғанда сонда бір апа айтып еді, меркі жақтан келген кісі екен. Баяда партиялар келген кезде 5000 теңгеден ақша беретін агитациясына деп. Түске дейін Отан партиясы келеді. Отан партиясына барамыз да 5000 теңге аламыз да сені қолдаймыз деп айтамыз. Түстен кейін анау Азат партиясы келеді. Соның адамдар ақша берсе, түстен кейін соған барып соларды қолдаймыз деп отыр. Міне. Бұл деген сатқындық міне. Осындай сатқындықты тоқтататын кезіміз келді, ағайын. Мына бассыздықты тоқтатуға сізбен біздің күшіміз жетеді.
Сондықтан мен анау конституцияға референдумға барам, бірақ қарсымын деп жазам дегеннің өзі, оның өзі қателік. Оларға адамның келгені керек. Міне, бізге референдум өтті деп келгені керек. Ал сіз о жерге қаншама қарсымын деп жазсаңыз да бәрібір бюллетенді сіз санап жатқан жоқсыз. Мына бақылаушы болған 2010 жылдан бері бүкіл сайлаулар мен референдумға бақылаушы болдым. Мен білем ғой. О жерде қалаған цифрын жазады жаңағы протоколға кешкісін. Ол пәленбай адам қарсы болыпты, мына адам қолдапты демейді. Болды, адам келіпті, пәленбай адам келіпті дейді. Тіпті цифрында артығымен жаза береді. 1000 адам келсе 2000 адам келді жаза береді. Оның протоколын тексеріп жатқан ешкім жоқ. Сіз барғыңыз келіп чыдамай бар жасаңыз, барып бақылаушы болыңыз. Сырттан болса да ішке кіргізбес, сыртта тұрып бақылаңыз, қаншама адам келген тізімдігін жазып отырыңыз өзіңізге. Міне. Бұл биліктің қитұрқы әрекеттері әбден ашындырып бітті. Айтпайын десең, көріп отырып, ішің мына жерің чыдамайды. Ағайын. Біздің қолымызда осын. Істей алу осын, істей алмау. Осы видеоны жаппай таратыңыздар. Сіздерде ең болмағанда видео мәлімдемен жарып, осыға мен қарсымын деп қарсылықтарыңызды білдіріңіз. Сізді ол үшін соттамайды. Сіз митингіге шақырып жатқан жоқсыз. Сіз конституция жобасына қарсылығыңызды, референдумға қарсылығыңызды білдіріңіз. Жай ғана қысқа видеомен айтып, соны топтарға өзіңіз отырған әлеуметтік желіге жіберіңіз. Мыңдаған, миллиондаған адам айтып жіберсе, үкімет сол кезде халықпен санасатын болады. Сол ағайын. Осы видеоны таратыңыздар, пікір жазып отырыңыздар. Менің жаңағы YouTube-та каналыма тіркеліңіздер. Басқалардың сол арқылы басқалардың да көруіне мүмкіндік жасаңыз. Рахмет.